Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жұмыртқасыз дайындалатын торттың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл торттың дәмі барлықтарыңызға ұнайды деген үміттемін. Және де бізге қажетті ингредиенттердің барлығы үй жағдайында табылады. Ең алдымен бізге 150 грамм қаймақ қажет, және де 300-350 грамм ұн қажет, және бөлме температурасындағы сары май қажет болады. Шамамен 100-130 грамм сары май жеткілікті. Және де сода қолданатын боламын. Егер де сода болмай құбсытқыш болса, онда құбсытқыш қоссаңыздар болады. Және дәміне қарай 150 грамм немесе 200 грамм қант қажет. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Оған қантымызды қосамыз. Және де сары майымызды қосамыз. Бірден қаймағымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Бұл қамыр өте тез дайындалады. Қолымызбен жақсылап кіріктіріп аламыз. Өте жұмсақ қамыр болып шығады, қолымызға кішкене жабысып тұрады. Шамамен 5 минуттай иледім. Қамырымыз дайын. Өте жұмсақ болып тұр. Енді осы қамырымызды шамамен 15-20 минутқа тоңазытқышқа дем алуға жібереміз. Сол аралықта біз кремін дайындайтын боламыз. Бізге қажет қаймақ. Кәдімгі қаймақ 20%-тен төмен болмау керек. Менде 20%, 25% те болады. Қаймағымызға мен қант ұнтағын қосатын боламын, яғни сахарный пудра. Ал сіздер қант ұнтағы болмаса, кәдімгі қантпен араластырып миксерлесеңіздер болады. Мен қант ұнтағын және қантты қосатын боламын. Екеуін 50-50 қылып алдым. Енді миксерледім жақсылап. Креміміз осындай қалыпта тұр. Креміміз дайын. Сол аралықта қамырымызды тынақты, жақсы тынығып алды. Енді біз әрқайсысын осындай 4 бөлікке бөлеміз. Дөңгелетеміз. Міндетті емес дөңгелету, бірақ барынша дүзу болғаны үшін. Және осындай ұзын бөлікке бөлетін боламын. Барлығын осылай жайып бөліп шығамын. Видеодағыдай. Қараңыздар, осылай жайдық. Ұнымызды қолдансақ болады, өйткені бұл тесто өте жұмсақ. Барлық қамырымыз дайын. Енді біз оның орталарын ашатын боламыз. Ішіне салмасын саламын. Яғни мен вишневый варенье қолданатын боламын, бірақ тасы жоғын қолданамын. Қараңыздар, сіздер де егер де үйлеріңізде вишневый болмаса, сіздер кәдімгі джем қолдансаңыздар болады, немесе малиновый варенье қолдансаңыздар болады. Тіпті болмаса, кәдімгі шоколадты турап салсаңыздар да болады. Қараңыздар, келесіне мен осындай малиновый варенье қолдандым. Малинамен де дәмі бір ерекше болып шығады. Қараңыздар, сіздерге бір кішігірім құпиямды ашып кетсем, бұл тортқа немесе кәдімгі алманы алып, кубик қылып турап, сахарный пудрамен немесе қантпен араластырып, соны да өстіп салма қылып салсаңыздар, өте керемет болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Енді орап түйіп болғаннан кейін 180-190 градусқа 15-20 минутқа жібереміз. Қараңыздар, барлық таяқшаларымыз пісті. Енді мен оның шетін кесетін боламын. Неге десеңіздер, себебі мен ішіне малиновый варенье салған болатынмын. Яғни ол кішкене пісіп жатқан кезде ағып кету қаупі бар. Сол себепті мен сыртын түйген болатынмын. Қараңыздар, барлығы дайын. Енді мен бұны астына міндетті түрде қаймағымызды жағып аламыз, тортымызды жинайтын боламыз. Қараңыздар, астына осындай үлкенірек үшеуін қоямыз. Одан кейін кремімізді жағамыз міндетті түрде. Кремімізді мол қылып жағамыз, өйткені бұл песочный тесто кішкене кірігу керек. Қараңыздар, тортымызды жинап болдық. Енді сіздер бұның бетіне какао немесе шоколадты теркадан өткізіп те қоссаңыздар болады.
әркімнің қалауына байланысты. Мен осылай какаомен сәндеп қойдым, бірақ сапалы какао болғаны жөн. Тортымызды жасап болғаннан кейін міндетті түрде 4-5 сағатқа холодильникте тұру қажет. Себебі ол песочный тесто, бірақ қаймақпен өте жақсы жұмсарады. Қараңыздар, менікі түнмен тұрды. Дәмі де кірігіп, сініп, ерекше дәм болып, және де өте жұмсақ болып шықты. Негізі песочный тестомен торт жасау ол өте ерекше екенін түсіндім. Сол себепті сіздерге жасауға кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде ой пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта сәтті рецепттерімді жіберіп алмас үшін тіркелу бөліміне өтіп қоңырауды басып қойыңыздар.